Ал қайырлы кеш, ассаламу алейкум, қадірлі біздің Қоянды ауылының тұрғындары. Бүгінгі айтылар мәселеміз ашылайын деп тұрған арнаға байланысты. Бұл арнаның аты Қоянды тарихы. Олай болса, осы Қоянды тарихын осы кісілер таныстыра өтейін. Қауымдастық мүшесі Ерік Мырза, ауылымыздың белсенді мүшесі азаматша Керімгүл азаматшамыз, және ортада қауымдастық мүшесі Жұма Мырза. Идея осы отырған барлық адамдікі. Сонымен өзі басымыз қосылып отқанда жаңағындай мақсатымыз бір болып тұр. Себебі Қоянды тарихы деген біз 4 канал аштық, әлеуметтік канал. Оғымна Керімгүл ханым өзі тікелей атсалысқан кісі. Қоянды тарихы арнасы YouTube канал ғана емес, және де басқа да барлық әлеуметтік желі, яғни Instagram, TikTok және Facebook арналарына да осы арнаның прототипі болады. Бұл каналдың мақсаты, мынау жақсы сөз бар ғой, бүгінгі күн дейді, ертеңгі тарих дейді. Яғни бүгінгі күнді біз өзі Қояндының кітабына тіркей береміз чаттарға. Ертеңгі күні, мысалы 5 жыл, 10 жылдан кейін де соны кез келген адам, қызыққан адам, бала шағамыз жалпы алып көре беретін болады. Мақсатымыз бүгінгі күндердің бәрін тіркей беру. Бұл жердегі мақсатымыз мына Керімгүл ханым кейіптағы Жұма Мырза толықтырып кетеді. Бүгінгі болып жатқан жалпы Қояндағы тыныс тіршілік, болып жатқан бүгінгі өмір. Менің ойымша біз, например, Ерік Мырза бар, Жұма Мырза бар, бұлар қанша айтқанмен жүгіріп жүргенмен, бірақ ауыл бойынша барлық жерді қадағалай алмайды. Сондықтан әрбір тұрғын келешекте бәрібірде атсалысса, тым болмағанда өздерінің көшелерінің проблемасын, қай көшеде тұратындығын, қай күн екендігін атап, сол жердегі сол мәселені WhatsApp группаларға салып отырса, соны біз осы каналдарға жүктеп отырамыз. Каналдардың ашылу мақсаты тек Қоянда жүріп жатқан жұмыстар ғана емес, бұл жерде кешкілен ауылды жамандай беру емес, бұл жерде негізі ауылда небір жетістіктер бар, небір жақсы жағын да көрсету. Кейбір ауылда айтылмай қалған ақпараттарды толығымен осы арналарға жүктеп салып отыру. Мысалы өзіміздің өсіп келе жатқан кішкентай жасөспірім балаларымыз бар, ертеңгі күні келешегі, болашағы дегендей. Және де өзіміздің ортамызда жүріп жатқан қаншама жұмыстар бар. Бізден басқа да ауыл үшін жүгіріп жатқан, ауылға еңбегін сіңіп жатқан қаншама адамдар бар. Солардың бәрін халыққа көрсетіп, солардың барлық жақсы жағын халыққа жеткізіп отыру. Солай ғой. Осы. Және де мынау көптеген ақпараттар дұрыс тарамайды. Ауылды бір-бірімен көбінде арандату болып кетеді. Бізде олай емес, біздің группада. Біздің каналда тек шындық және осы Қоянды халқының ынтымағын, берекесін сақтап, бірге болашаққа даму. Негізгі каналымыздың мақсаты. Солай. Тек қана жамандай ғана беру емес, бірақ келешекте жақсы жағына қарай өзгерсе, сол жақсы жағын көбірек көрсетсек деген ой. Кейін тағы да әріптесім сәл толықтырып кетейін. Және тағы бұл жерде тағы мынандай да бар. Бұл Қоянды тарихы деген енді атын өздеріңіз оқып біліп несіп отырған, халық біліп отыр. Қоянды тарихы болғандықтан бұл Қоянды ауылының кітабы болады. Бізге бұл чатта әншілер ауылының, спортшылар, жеткен жетістіктері өзі Қоянды ауылының атынан мысалы, соның барлығын біз соны тіркей беруіміз керекпіз. Жаңағындай бұл Қоянды ауылының тарихы болады. Жалпы бұл чаттың тағы да бір ашылған себебі бұл халайық сіздерге арналған чат. Арна, сіздерге арналған. Бұл жалпы идея қайдан пайда болды дегенде мысалы сұрақ болу керек. Бұл идея пайда болған себебі мынау әкім қаралардың барлығы, мен осы 2014-тен бастап осы Қоянды ауылының жиналыстарына қатысып жүрмін. Сонда осы уақытқа дейін көп бәленбай сөз айтылды. Соның барлығы жаңа орындалмауы, солардың барлығы кейде өзіңіз өкінесіз, соның бәрін түп айтқан жеріне түсіріп алып, кейін дәлел ретінде пайдаланса болды. Бұл YouTube арнамыздың біздің барлығы, бұл кәдімгідей қағаз секілді видео дәлелдері. Бір жағынан оны тіркей береміз. Жаңа әкім қаралар айтқан сөздері, уәделері, жаңа болып жатқан Жұма Мырза айтқандай болып жатқан жағдайлар түгел. Кейін бір айтып өтетін нәрсе бұл жерде. Біз өзі қатты былай кәсіби маман емеспіз. Тұрғындарға бір айтып кететін себебі әртүрлі әңгімелер болуы мүмкін мысалы. Біз кәсіби бұл істің шебері емеспіз. Біздің ең бастысы халықты жақсы көретініміз, бір жақсылық істеу деген мақсатымыз. Соны біз енді бұл кәсіби не болмасақ та қолымыздан келген жаңа ауылға
үлесімізді қосып жатырмыз өзімізді. Болып жатқан істердің бәрін тіркей беру, уәделердің барлығын жазып алып отыру. Сосын кейін ойлайтын жүр көп кісілер, мысалға қазір үшеуміз, негізі Асқар да бар, ол бүгін жұмыстарына байланысты келе алмай қалды. 4 кісіміз біз негізі. Сол 4-еуміз кейін келешекте осы жұмысты ары қарай жалғастыра ма деп. Негізінде ары қарай біз қаншалықты күшімізден келеді, соншалықты жалғастырамыз. Шамамен бір 20-30 жылға дейін баратын шығармыз, Құдай қаласа. Иә, егер сол кезде енді бір 10 жылдан кейін может жастар келетін шығар біздің орнымызға, сол кезде бұл каналды егер жақсы жүргізіп, жақсы алып кететін болса, қояндының дамуына үлес қосатын болса, соларға тапсырып беруге біз дайынбыз. Иә, біз тапсырып кетеміз. Дұрыс қой, ие болу керек. Біз жаңағы Асқар деген арамызда тағы бір азамат бар, жаңа Керім айта кетті. Біз жаңа 4 адам ғана жеткілікті ақпарат жинай алмаймыз бұл жерде. Бастысы бізде ақпараттың көзі халықта. Және үлкен күш, үлкен көмек халықтан келеді бізге. Және де біз осы каналды ашылу барысында да біз осы мәселені көп талқыладық. Сондықтан әрине халық сіздерге сенеміз. Осы 4 азаматтарымыздан азаматшаларымызды қолдап, көптеген ақпаратты сіздер бізбен бірге бөлісіп, осы каналға салып отыруларыңызға да болады. Кез келген мысалы шағын аудандарда біз барлығымыз бір уақытта бола алмаймыз, түрлі жағдайлар болып отырады мысалға. Соның барлығын енді бұл кісілер не істейді? Негізінде бұл каналдарға біз арқылы кетеді. Тек қана енді қазір группа бар ғой, енді біздер мысалы Қоянды қаласы. Басында мен Қоянды тарихы деп атын өзгерткен едім. Ол бір кісілер алды да Қоянды қаласы деп атын өзгертіп тастады. Сол жерде өздеріңіз мысалы үшін қандай көшеде не жағдай болып жатыр, қандай сізге ұнамайтын жағдай немесе ұнайтын жағдай болып жатыр, соны дәл сағатын, көшенің атын міндетті түрде айтып, сол күнгі датаны айтып салып отырсаңыздар, біз интернетке ары қарай өзіміз жүктейміз. Бұл жерде мектеп оқушыларында кәдімгі өзіміздің балаларымыздың жетістігін сол жаңағы Қоянды қаласы деген WhatsApp группасына салып жіберіп отырса, біз өзіміз ары қарата оны алып кетеміз. Жеткілікті жерге жеткізетіндей өз ақпаратымызды жеткізіп сіздермен бірге бөлісеміз. Біз енді Қоянды қаласында шамамен бір 400 бір нәрсе 500-ге жетпейтін ғана кісі отыр да. Менде негізінде кейбір группаларға уже доступ жоқ, сондықтан біздің чатқа қосылыңыздар. Немесе басқа енді чаттардан ақпараттар алып жатсаңыздар, біздің чатқа жіберіп отырсаңыздар жақсы болар еді. Енді мен бұл жерде бір сөз қосып кетейін. Бізді енді негізі халық былай таниды. Осы Қоянда қолымыздан келгенше үлесіміз қосып жатқанымызды бәрі біледі. Енді дұрыс, мысалы, құрметті ауылдастар, бізге подписчик керек. Сіздерге егерде анық сондай ақпараттар керек болса, біз барлығымыз сол айттым, Қоянды бүкіл ауыл бәрімізге ортақ. Ең бірінші осындай нәрсені естен шығармау керек. Ауыл бәрімізге ортақ. Бәріміз атсалысуымыз керекпіз. Негізі бұл тағы бұл группаның пайда болуы, жаңа арнаның. Бізге сырттан көп телеарналар келеді. Біздің мысалы жарты күн бойы өткенде мысалы жарты күн бойы жүрді. Қаншама уақытымызды кетіріп, бүкіл өзі ана жерге беріліп алған эмоцияға, әртүрлі әңгімелер болып жатыр. 5 минут қиып тастады. Біз соған қаншама мысалы үміт арттық мысалы. Сырттан келген адам бәрібір ешкімнің бәрін түгел білмейді. Біз өзі сол Қоянды телеарнасы секілді болуымыз керек болса, жаңалықтарды тұрады. Әділ шындықты. Енді жаңа мен айтып жатқаным, біз үшеумізді білесіздер халық. Жаңағындай әділдік жағында жүрміз. Сонымен бізде подписчик болып, бізден ақпараттар алып отырыңыздар. Тағы да осы жерде қоса кететін жағдай, не үшін бұл каналдың ашылып жатқандығына. Енді біз әрқайсымыз жан-жақта, енді басқа жоғарыда отырған кісілермен де сөйлесіп жүрген кісілеріміз, былайша айтқанда мен өзім, жеке өзім енді біраз кісілермен сөйлесіп жүрді. Солармен ақылдасқан кезінде ол кісілер айтады, сіздер енді бір жақсы блогер жалдап, соларға айтыңыздар, соларға түсіріңіздер, солардың каналына шығарыңыздар дейді. Блогерлер негізі келіп жатыр, журналистер келіп жатыр, бірақ біздің ойлағанымыздай ол жеткізбейді ақпаратты. Сондықтан біз егер үлкен канал болатын болсақ, келешекте бізге ешқандай блогердің, ешқандай журналистердің керек жоқ. Біз өзіміздің үніміз уже билікке жоғарыға жетеді. Осы видеоның астында барлық әлеуметтік желілер, яғни Instagram, TikTok және Facebook парақшаларының сілтемесі осы видеоның астында болады. Соған кіріп, ары қарай тіркелсеңіздер болады. Және бір айтып кететін жағдай, бұл бір жағынан YouTube каналы болсын, тағы да басқа әлеуметтік желілердің бір жақсы жері телефонда сіз
сақтай алмайсыз. Біз осы уақытқа шейін қолымыздан келгенше бүкіл WhatsApp-тарға лақтырып нестеп көрдік, память толық бола береді. Телефонның несі жетпейді. Сондықтан біз мәжбүр түрде біз осылай істеуімізге тура келді. Енді еңбегіміздің барлығын салып отырамыз. Және де осы арқылы қауымдастық мүшелерінің жұмыс істеп отырғанын қаншалықты ашық екенін осы видеолардан көздеріңіз жеткізіп отырады, қадірлі ағайындар. Бұл каналдың тағы бір плюсы, келешекте, мысалы үшін, келешекте емес, енді ертеңнен бастап та жұмыс жасай беруге болады. Қазір бізде ауылымызда депутат бар. Қазіргі біздің әкімімізге уже 1 жыл болды. 1 жылдың ішінде не жұмыс атқарды, не істеді, қандай жақсы жаңалықтар болды, или болмаса қандай қолынан келмей жатқан жұмыстар болды. Сол туралы бөліссін ойымен. Сол кез келген жаңалықты осында салып отырған. Сосын кейін тек қана ол әкімменен, депутатпен емес, мектептің директорларымен, поликлиникадағы медицинамен, сол жердегі дәрігерлермен, бәрімен бірге сұхбат аламыз. Участковыймен. Біз әр саланың басшыларымен сұхбат аламыз. Олардың болашаққа жоспары, қандай не істелді, не қойды, сол сұхбат алып, жеке кейін соларды да чаттарға салып отырамыз. Сол үшін бізге жазылыңыздар, подписчик болыңыздар. Енді нақтылайық, сөзімізді 90 сөздің толықтай түйіп, сіздерге айтарым, арналарыңызға сәттілік тілеймін. Биліктің негізгі көзі халық дейді ғой. Осы қағидадан ескере отырған президентіміз Тоқаев халыққа өзін басқару мүмкіндігін жасай отырып, мажоритарлық түрде ауыл әкімдерін алғаш сайлауға мүмкіндік берді. Осы кеше ғана өткен сайлау арқылы өткен Бақытхан Сұлтанбаев әкім мырзамыз қазір орында отыр жұмыс істеп. Неше жыл? 1 жыл болды, 1 жыл болды. Енді дегенмен де жаңа Қазақстан құруға Тоқаевтың жасаған алғашқы қадам болды, бірақ дегенмен де ескі Қазақстанның представителері қазір системаның мүшесі осы қазір отырған ауылдың әкімдері дегенмен де троебализмге тартып, және де баяғы системамен жұмыс істеп жатқан әлде де көріп отырық. Сол себептен осы ауылдың қоғам белсенділері ашықтық болса, халық белсенді болса, осы негізгі билік көзі халық болса, онда халық белсенді болса, осы баяғы системаны жеңетіне мүмкіндік бар. Сол себептен халыққа айтарымыз белсенді болса, ал әкімгершілікке бізге халыққа ашықтық қоса деген тілек бар. Олай болса осы бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық, арнаға тіркелейік, қадірлі ауыл тұрғындары және де сырттағы ауылымызға тілекші ағайын. Сау болыңыздар.